Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге жұмысай. Бүгін сіздерге өте керемет, үлпілдек, шайға арналған творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 4 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, араластыратын боламыз. Миксермен араластырып алатын болсаңыздар, тіпті керемет, масса 2 есе боп ұлғаятын болады. Ал миксер болмаған жағдайда осылай венчикпен бір 4-5 минут асықпай көпіргенше араластырып алатын боламыз. Енді 100 грамм сүтімізді құйып, оған подсолнечное масло, яғни күнбағыс майын құятын боламыз. Және де ұнымызды, разрыхителімізді салып, қамырға кірісеміз. Қамырды лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай былғай отырам. Ешқандай түйіршік қалмайтындай қылып, жақсылап былғап аламыз. Бұл жерде творожный пирогтың ерекшелігі басқа пирогтарға қарағанда қамырында. Қамыры более бисквиттікіндей болып шығады. Қоюлау, бұны формаға біз құятын боламыз. Енді салмасына кірісетін боламыз. Бізге салмасынан 500 грамм ірімшік керек болады. Бұл жерде менде үйдің творогы, видеодағылай міне көріп тұрсыздар, ірі комочектармен. Бұны блендердің көмегімен езіп алса, өте керемет шығады, однородный масса болып. Мен бұл жерде вилкамен бір келкі қылып алдым. Қант қостым, жұмыртқа және де кукурузный крахмал салып, жаңағы вилканың көмегімен әбден араластырып, ірімшіктерді езіп, однородный массаға келтірдім. Қазір видеода көресіздер. Блендермен езіп алсаңыздар, 5-ақ секунд уақыттарыңызды алады. Мен балам ұйықтап жатқаннан кейін блендер қоса алмай, осылай айырмен жақсылап езіп алдым. Енді бұлай да жасауға болады. Ешқандай айырмақшылық негізі жоқ. Енді салмамызда дайын болғаннан кейін алдын ала духовканы ысытып қоятын боламыз. 180 градуста 30-35 минутқа қойып. Енді менде бұл жерде дөңгелек форма. Сіздер үйде қандай форма бар, соны қолдана берсеңіздер болады. Және де сіздерде де осылай ма, осы пергамент қағазын төсесеңіздер, бір үстінде жатпайды, қақиып. Соған менде бір лайфхак бар өзімде. Жаңағы пергамент қағазында умаждап алам, кәдімгідей алақаныма салып. Содан кейін жақсы төселетті. Енді формамызға жаңағы қамырымызды осылай құятын боламыз. Менде бұл жерде 2 пирог шығады, сондықтан да мен жартысын ғана салдым. Қамырды салғасын осылай лопаткамен тегістеп шығамыз жан-жағын. Масса бір келкі жан-жағына жақсы жату үшін осылай тегістеп алатын боламыз. Және де осылай форманы сілкілеп алсаңыздар да болады. Енді салмасына көшейік. Үйде кондитерский мешок болса, осыған салып аламыз. Болмаған жағдайда кәдімгі салафан мешокты қолдана беруге болады. Видеода көрсетілгенде әдемі қылып, осылай салмасын салып шығатын боламыз. Тағы да айта өтейін, 180 градусқа 30-35 минутқа духовкаға осылай пісіріп алдым. Қызарғанша, енді дәмі деген тіл үйрет, іші деген сочный, үлпілдек, сонда керемет болып шыққан. Жолдасыма қатты ұнады. Рецепт ұнаған жағдайда каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Жақындарыңызды қуантуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет, соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Жаңа рецептерді өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, будильник қойып қойыңыздар.